аллахым баршамызға таудай талап бергенше бармақтай бақ бере көр. Bütün dünyaya осындай үлгі көр, не кете көр. Бұл не деген қуаныштың орны, не деген қуаныштың жайы. Ей мейірімді құлсүйгіш Алла ойламаған жерден бердің. Ардастарғанымыз ағарып, араңыздан харам, хадис болмаған жамандықтарды сырып тастап, елімізді тазалыққа тартқан сен құдайсың. Осының бауын берік қылып, қияметке дейін ұрпақтарыңызға тартып, я Аллах табанда ұрғайсың. Жаңағы салауат ұлық анамызға мадақ айттық, одан соң ұлық пайғамбарымызға салауат Құдайдың мейірім шапағатын тіледік. Ол кісінің семьясына сүйікті уайысты ерген сахабасына, яғни тақуалықпен әдеп берілген оларға да Құдайдың мейірім шапағатын тілеп өттік. Сосын аятта мейірімді құл сүйгіші Алла не дейді?